Ассалаумағалейкум достар. 13-ші сұраққа келдік. 13-ші сұрақ: күйші, сазгер, домбыра өнеріндегі лирикалық бағыттың негізін салушы, қоңыр, тартыс, желдірме күйлердің авторы. Енді астында тұрған 5 жауапты да олар не күйшілер. Енді осы күйшілердің шығармаларымен танысатын боламыз. Өмірбаянына қатты тоқталмай қояйық, себебі қазіргі сұрақ желісі бойынша жүре берейік. Яғни осы күйлерді таба алсақ, демек осы күйдің авторы сол күйші екендігін толыққан жеткенде, яғни қоңыр, тартыс, желдірме. Яғни осыны жаттауымыздар. Кеттік. Бірінші жауап Ықылас Дүкенұлы. Енді Ықылас Дүкенұлы ертең қарайтын болсаңыздар, енді туылған жері, дүниеден өткен жері бүкілі жазылып отыр. Енді тікелей шығармаларына көше берейік. Міне шығармаларына Қасқар, Ықылас, Кертолғау, Ерден. Кертолғау бірлікті ұбтыда болды. Кертолғау шығармасының авторы деген. Яғни ол бізде Ықылас Дүкенұлы. Одан кейін жазып алатын болсаңыздар, міне осы жерден бастап, дәл осы жерден бастап, міне Қазан сияқ күйлері деп, Кертолғау, Ерден, Жалғыз аяқ, Жарым патша, Жезкиік, Қамбар назым, Айрауық, Қазан секілді шығармалары бар екен. Мына жерде Қасқар мен Ықылас те жазып аласыздар. Жалпы негізгі осы күйлер шығармалары атақты, яғни осы күйлермен танымал. Демек біздің қоңыр, тартыс, желдірме күйлерінің авторы емес екен. Одан кейін Сүйінбай Аронұлы. Сүйінбай Аронұлы өмірбаяны бүкілі толыққан жазылған. Енді бұл кісінің шығармаларына келейік. Шығармалары міне қарайтын болсаңыздар, бірнеше өлең енгізген. Сүйінбай мен тезектері, Сүйінбайдың тезектің баласына көңіл айтқаны, кәрілік туралы деген секілді шығармалары танымал. Онымен қатар міне датқаларға, үмбетеліге, төртбейге, момын малын сұлымға алып беріп деген өлеңдері бар екен. Өтеген батыр, Саурық батыр, Сұраншы батыр, Жабай батыр, Қарасай батыр деген секілді толғаулары. Мың бір түн, Өтеген батыр мана жар айтты. Мың бір түн, Шахнама, Кероғлы, Тосын 90 тарау дастандарын жырлаған. Сонымен қатар, яғни негізгі шығармалары батырлар, Өтеген батыр деген келді бір жылдар, себебі осы сұрақ есімде. Яғни осындай дүниелер бар, қарастырылатын болса. Жалпы негізгі білу керек дүниелер болса. Демек бізде жауаптан істей берейік, сіз тастай берейік. Үшіншісі Ақан сері Қорамсалы. Ақан серінің құлагер дейтін жылқысы болғанда туралы, сол туралы кім? Ілияс Есенберлин, қателеспесем шығарма жазатын. Ілияс Жансүгіров, Ілияс Жансүгіров деген ғой. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Кеттік. Ілияс Есенберлин бізде көшпенділер жазушы ғой жалпы. Енді Ақан серінің енді негізгі басым көпшілік күйлері, жырлары өзінің жылқысына, құлагерге арналғандығы туралы. Енді мына жерде қарайтын болса, Ақкөлек, Аужар, Алтыбасар, Ғашық жарға, Тарайпын деген секілді, Жыға деген секілді Ақтотыға арналған махаббат толғаулар. Енді одан кейінгі құлагер, жалпы осындай шығармалар бар. Міне шығармалар Ақтотылған, Ақтоты, Алтыбасар, Тер қатқан, Мақпал, Балқадиша айтпақшы, осы Ақан серінікі. Әміре Қашаубаев Францияда, Парижде тұрып орындаған әні осы Балқадиша болғанда. 85 жасар қызға кеткендігі туралы, сол уақыттағы әйел теңсіздігі туралы көтерілген әндердің бірі ретінде көрсетіледі. Міне әйел жанының сұлулығын жарқырата көрсетумен бірге махаббат құдіретін асқақтата суреттеумен де құнды деген. Одан бөлек міне астында шығармалар тұр. Ақкөлек, Аужар, Алтынбасар, Ғашық жанға мана айтқан. Негізгі Манмангер, Қаратоғай, Көкжендет, Құлагер әндері. Яғни бұл мана өзінің жылқысына арналған әндер. Жалпы осы негізгі басын білу керек шығармалары. Негізгі құлагер осы кісінің жылқысы болған, соған арнап историясы бар. Өзінің жарыстан келе жатқан жерде балтамен шауып өлтіргендігі туралы. Оны оқуға кеңес беремін, кітапта жазылған құлагер деген. Жалпыдан сұрастыра берейік. Одан кейін Дәулеткерей Шығайұлы дейді. Дәулеткерей Шығайұлы қазақтың аса көрнекті күйші композиторы. Жалпы енді Жәңгір Керейдің тұсында өмір сүрген, Жәңгір Керей ханның тұсында өмір сүрген. Жалпы енді шығармаларын тоқталайық. Алғаш шығармаларын бір Ақ желкен, одан кейін Қоңыр, Желдірме, Керілме, Ысқырма, Қос ішек,
Мына бізде Конор деген вариант бар, иә. Одан кейін міне оның тұрмыстық жанрдағы желдірме, тартыс, қысқарма қосалқы, ал желкен, ақбала қыз, көркем ханым, Қаражан ханым. Мына жерден тартысты көрген сияқты бізде. Тартыс бар екен, иә. Одан кейін бізде үшінші шығармамыздың аты қандай болды? Желдірме. Желдірмені іздеп көрейік. Қарайтын желдірме бірінші түр екен, иә. Желдірме, тартыс, қысқарма қосалқы, қоңыр деген секілді. Міне қоңыр шығармалар бар. Демек бізде дұрыс жауап ол бізде Дәулет Шығайұлы екен. Дәулеткерей Шығайұлы. Дұрыс жауабымыз Д болады. Иә. Кеттік енді соңғы Мұса Байжанұлы. Жаяу Мұсаны қарастыр, иә. Жаяу Мұса, Ақсиса, енді танымал шығармасы Ақсиса ғой, түсінікті. Шығармалары Сүйіндік, әні, Толғау, Арап ұрыға, Бозторғай, Қаулау секілді. Сонымен қатар Ақсиса әні шығарған жазушы, композиторлар екен. Бұлардың бәрі өнер адамдары, біздің айтқанда, қалған мәліметтерді алда уақытта өмірбаяны жеке мәлімет келсе, сол уақытта тоқталатын боламыз, иә. Негізгі білу керек нәрселер осы. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар.